Күн жарық құрметті әріптестер, осы бейнебаянды қарап отырған көрермендер, менің аты жөнім Садирова Гүлзат Қанеқызы. Мен Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінде қызмет жасаймын. Бүгін сіздерге әріптесіміз филология ғылымдарының докторы, профессор Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университетінде қызмет жасайтын Бекен Сағындықұлының авторлығымен жарияланған қазақ тіліндегі орамды сөйлем жүйесі атты 2024 жылы 180 беттік көлемде жарияланған оқу құралымен таныстырғым келеді. Бұл оқу құралы негізінен автордың өзі көрсеткеніндей орамды сөйлем жүйесін синтаксистің сөз тіркесі синтаксисі, сөйлем синтаксисі, оның ішінде жай сөйлем, құрмалас сөйлем тәрізді жеке саласы ретінде қарастыруға болатын жүйе деп танитындығын көрсетеді. Және автор оқу құралындағы берілген мәліметтерді игеру арқылы ғылыми айналымға осы орамды сөйлем деген пән сөзді енгізген Ахмет Байтұрсыновтың ғылыми теориялары, ғылыми тұжырымдары қайтадан жанданып, белсенді түрде өзектеліп қолданысқа түседі деп ойлайды және соны мақсат етеді. Осы арқылы Ахмет Байтұрсыновтың ғылымға сіңірген еңбегінің жаңа тұрғыдан қарастыруға болады деп сендіреді. Жалпы оқу құралы Бекен Сағындықұлының қазақ тілі мен әдебиеті білім бағдарламасында оқитын магистранттарға таңдау компоненті ретінде енгізілген курстың тәжірибесін негізделіп жасалған деп ұғып отырмыз. Оқу құралын оқыған кезде негізінен екі тараудан тұрады бұл оқу құралы. Бірінші тарауында осы орамды сөйлем пән сөзі ретінде енген Ахмет Байтұрсыновтың тіл құралы еңбегіндегі сипаттамалары беріледі. Онан кейін осы бірінші тарауда орамды сөйлемнің жалпы дамуы, оның зерттелуі әр кезеңдерде 20 ғасырда, 21 ғасырда және ол зерттеулердегі ой тұжырымдардың бір-бірімен сабақтастығы, бір-бірінен ерекшелігі, қандай аспектілерде қай қырынан қаралды деген мәселелер толық зерттеліп талданған. Ахмет Байтұрсынов, Құдайберген Жұбанов, Сәрсен Аманжолов, Нығмет Сауранбаев, Төлеубай Қордабаев, Қайболат Мұқанұлы Есенов, Мамытбеков және тағы басқа да синтаксис саласында осы мәселені сөз еткен ғалымдардың барлығының еңбегі толықтай қамтылған және ондағы негізгі тұжырымдар тақырыпқа сәйкес бір-бірімен салыстырып, сабақтастырылып зерделенген. Сондықтан бұл оқу құралының жалпы білім алушыларға берері зор. Синтаксис ол тек құрылымды ғана зерттейтін, құрылымды, оның ішінде синтакстік тұлғаны ғана зерттеуді міндет етеді деген тұжырымнан бөлек, бұл оқу құралының мазмұнын меңгеру арқылы білім алушылар өздерінің ойын жеткізудегі сөйлемді қисынды құру, шығармашылық қабілеттерін дамыту деген мәселелерге де ықпалы болады ғой деп ойлаймыз. Жалпы 20 ғасырдағы жарияланған синтаксиске қатысты зерттеулердегі ой тұжырымдар қазіргі жаңа парадигма деп есептелетін антропоөзекті парадигмада синтаксисті зерттеудің негізінде жатыр. Сондықтан осы орамды сөйлемдерді меңгерту арқылы болашақ тілші ғалымдардың ғылыми ойлауын жаңа парадигмадағы тұжырымдармен сабақтастыруға бұл оқу құралы мүмкіндік береді деп ойлаймыз. Жалпы орамды сөйлемге анықтама берген Бекен Сағындықұлы өз тарапынан, яғни мағыналық, интонациялық бір тұтастықта тұратын, әр алуан тәсілдер арқылы байланысатын құрмалас сөйлемнің бір түрі ретінде береді. Оның құрамына енетін сөйлемдердің саны 3 және одан да көп болатындығы айтылған. Қазақ грамматикасында беріліп жүрген көп компонентті, көп сыңарлы, кейбір еңбектерде беріліп жүрген полипредикативті, салалас сөйлемдерде беріліп жүрген құрмаластың түрі
және де көп бағыныңқылы сабақтас құрмаластың түрі, аралас құрмаластың түрлері осы орамды сөйлемдер жүйесіне енеді деп тұжырымдайды. Өйткені қалыпты құрмалас сөйлем мен қалыпты жай сөйлемнің түрлері осы орамды сөйлемнің құрылымында кездеседі. Және осы олардың бір-біріменен орамды сөйлемнің құрылымында келген кездегі байланысу тәсілдері бірыңғайда, әріңғайда келе алатындығын көрсетіп, олардың әрбіріне нақты мысал деректер келтіріп, оларды талдап түсіндіреді. Әріңғай және бірыңғай тәсілмен келген кезде, олар бірыңғай тәсілмен келуі, мысалға, негізінен фонетикалық тәсілдер, лексикалық тәсілдер, морфологиялық тәсіл және синтаксистік немесе аналитикалық тәсіл бір орамды сөйлем құрамында бірдей болып келсе, ол бірыңғай тәсілді болады. Ал егер де орамды сөйлемнің құрамында енген қалыпты жай сөйлемдердің сабақта бір-бірімен байланысуы немесе қалыпты құрмалас сөйлемдердің салалас сабақтас түрлерінің бір-біріменен орамды сөйлем ішінде байланысуы, егер олар фонетикалық, лексикалық тәсілдер сол сөйлемнің құрылымында келетін болса, немесе керісінше лексикалық, синтаксистік тәсілдер келетін болса, бір орамды сөйлем құрамында ол әріңғай тәсілді деп түсіндіріледі және олардың әрқайсысын іштей жіктейді. Осы орамды сөйлемдердің синтаксистік құрылымдарындағы құрамына енетін сөйлемдердің санын 3 қалыпты сөйлемнен бастап 8-ге дейін жететіндігін көрсетеді. Және орамды сөйлемнің көлемі ұлғайған сайын, ондағы қалыпты сөйлемнің құрамындағы кездесетін байланыс тәсілдері, олардың мағыналық қатынастары орамды сөйлем жүйесінде әртүрлі сабақтасып қиысатындығын көрсетеді. Және де екінші тарау, осы бірінші тараудағы негізгі қағидаттарды білім алушылардың толықтай меңгеруі үшін берілген іріктелген тапсырмалардан тұрады. Бұл жерде магистранттардың оқытушымен бірге жүргізетін өзіндік жұмыстары, магистранттардың жеке өздері орындайтын жұмыс түрлері топтастырылған. Бұл жұмыстың түрлері ғылыми дереккөздерден белгілі бір ғылыми тұжырымдарды оқып түсіну, оны жазбаға түсіру, тест тапсырмаларын орындау және арнайы автордың көркем шығармалардан жинақтап берген мысалдарын талдаулар жасау. Және де өзіндік жұмыстың бір түрі ретінде 3 құрылым, 3 компоненттен тұратын, бұдан да көп 4, 5, 6 компоненттен тұратын орамды сөйлемдерге магистранттардың өздерінің көркем шығармалардан, түрлі әдебиеттерден мысал теруі. Тағы бір оқу құралының ерекшелігі, бұл оқу құралында алгоритм әдісі, модельдеу әдісі қолданылған. Олай дейтін себебіміз, орамды сөйлемдердің құрамындағы компоненттердің саны 3-ден 8-ге дейін, тіпті одан да іргесі кеңей беретіндіктен, оларды белгілі бір шеңберлерге түсіру, яғни олардың арасындағы байланыс тәсілдерін анықтаудың ретін, үлгісін берген. Сондықтан біз оның оқулықтың ерекшелігі осы алгоритмдеу, модельдеу тәсілдерін ұсынуынан да көреміз. Қазақ тіліндегі орамды сөйлемдер жүйесін мазмұндайтын бұл оқу құралының білім алушылардың синтаксистік құзыреттіліктерін, синтаксисті түсіну және синтаксистік талдау жасау дағдыларын қалыптасқан, енді магистранттар үшін қалыптасқандарды, сол қалыптасқан дағдыларын жетілдіріп, олардың кәсіби құзыреттілігін арттыруға және еңбек нарығында бәсекелестікке ие болуына зор ықпал ететін оқу құралы деп түсінеміз. Құрметті Бекен Сағындықұлы, сізді мерейлі 60 жасқа толуыңызбен шын жүректен құттықтаймын.
деніңізге саулық, отбасыңызға амандық тілеймін. Қазіргі қазақ тілінің синтаксис саласында өнімді еңбек жасап жүрсіз. Осы ғылыми тұжырымдарыңыз ғылыми қауымдастықта мойындалсын. Өзіңіздің ғылыми мектебіңіздің іргесі берік қаланып, содан қанат қағатын ғылым жолындағы шәкірттеріңіздің сіздің еңбегіңізді әрі қарай жалғастыратын қуат күші артсын деп тілек айтқым келеді. Барларыңызға рахмет, сау болыңыздар.